Баршаңызға сәлем. Сары майдың пайдасы жайында толық ақпаратпен бөлісетін боламын. Ол үшін лайк басып, подписация етіп, қоңырауша батырмасын басып тіркеліп алыңыздар. Халық дастарханынан өмірі үзілмейтін келе жатқан қасиетті әрі қастерлейтін сыйлы тағамы кәдімгі сары май. Оның тағамдық құнары мен қуаты да өте жоғары. Майсыз қазақ үйінің сәні де дәмі де татымсыз көрініп тұрады. Әр отбасы алдымен май жинайды. Оны қысы-жазы бірдей қорек етеді. Қонаққа май қою да қазақ үйінің қатарындағы отбасы екенін көрсетеді. Сүттен қаймақ, қаймақтан май шығарады. Қаймақты шайқап май алуды май шайқау дейді. Қаймақты шара сияқты кең ыдысқа салып бұлғайды. Әрине оған біраз уақыт кетеді. Біраздан кейін қаймақ турылып, май түзіле бастайды. Әбден май болып шыққанға дейін оны қылшықтайды, яғни ши, пышақ сыртымен тілімдейді. Оған қылшық ілініп шығады, тазарады. Сиыр сүтінің маңызы әсіресе мамыр айының дәмі, құнары өте сапалы, түсі де сап-сары болады, иісі де жұғымды. Майды тұздап, суын кетіріп, қарынға салады. Әбден тығыздап, су қалдырмай ауасын шығарып, қарын аузын байлап тастайды. Қарын сыртынан тағы да тұздайды. Егер де қарын ішіндегі майға бір артық зат араласса, май бүлінеді. Бір қарын майды бір құмалақ шіртеді деген мәтел осыдан қалған. Қарында сақталған майдың дәмі де, иісі де, сапасы мен маңызы да өте жоғары болады. Қарын көлеміне қарай қой қарын, қозы қарын, бұзау қарын деп аталады. Қарыннан артылған майды немесе қарын болмаған жағдайда бүйенге салады. Малдың өзінен шыққан майдың сол малдың өз қарнынан тым жақсы сақталуының өзі жаратылыс құдіретінің ерекшелігі болса керек. Қазақ дәстүрінде қыста қарын бастауының, яғни қарындағы майды алғаш алудың өзі атаулы күндер қатарына жатады. Қарынды қуанышты сәттерде, яғни бала туғанда, оразада, тойда, құрметті қонақтар, аяулы ағайындылар келгенде әдейі бастайды және отанасы «қарын бастадым» деп мақтанышпен айтады. Келген кісілерге бұл да бір мерей құрмет белгісі деп есептеледі. Ал сыйласқан ағайын туысқа бір қарын май тарту ету бағалы сый, зор құрмет. Қарын майын ауырған кісілерге қарынымен қоса тіліп дару есебінде де ұсынады. Майдан босағаннан қарында да жерде қалмайды. Әйелдер мен балалар оны отқа қақтап қуырып та жейді. Әрине май тұз сіңген қарын тәтті болады. Кейде майды егер көгере бастаса, қорытып алады. Оны шыртылдақ деп атайды. Сары майдай емес, ол өте жіті болады. Жүрекке тез тиеді. Жас босанған әйелдерге қорытып ыстықтай май ішкізетін әдет бар. Бұл санаға сіңген және бұлжытпайтын дәстүр, қазақи ғұрып. Мұнда да сары майдың денсаулыққа пайдалы, әлсіз жанға қуат, дем беретін қасиетін түсіндіргендіктен болар. Май ішкізудің бірден-бір дұрыс жолын бұрынғы емшілер де білген. Қазақ әйелдері балаларына сен туғанда бір тостаған май іштім деп айтатын базынасы бар. Өйткені кез келген адам қорытылған астық майды іше алмайды. Видео сіздерге пайдалы болса лайк басып, комментария қалдырып тіркеліп алыңыздар. Алдағы күндерде көптеген пайдалы видеолар және дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.